Жаңа жылға дайындық басталып кетті. Ең алдымен қазды баптауға кірістім. Бұл жерде қаз батып жататындай етіп суды кастрөлге құйып алдым. Мінекей татымды етіп суға тұзды саламын. Енді осы қалпында бір күнге бетін жауып қалдырамын. Бір тәулік уақыт өтті. Қазды тұзды судан алып шықтым. Мына жерде дәмдеуіштерін дайындап қойдым. 5-6 тіс сарымсақ, чеснок және 100 мл соя соусы. Бұны шприцқа тартып алдым. Енді тура осылай қаздың етіне енгіземін. Енді сарымсақты жақсылап ысқылап терісіне жағамын және ішінде жағып шығамын. Мінекей достар, дәмдеуіштерін жағып, төсін төмен қаратып жатқызып қойдым. Енді аузын жақсылап буып, байлап, бір тәулікке ертеңге дейін осы қалпында қалдырамын.